Бала мектептегі барлық емтихандарда үнемі бірінші орын алатын, бірақ колледжге түсу емтиханы күні бірде бір сөз жаза алмайтын. Себебі Дебби әрқашан сұрақтарға жауап беретін, бірақ бұл жолы Дебби жолда тұрып қалды. Оның жарақаттанған қолдарына қарап, ол мүлдем үмітсіз сезінді. 3 жылдық еңбегін босқа өткізбеу үшін қыз емтихан парағын аузымен ашуға тырысты, қаламды аузына ұстап тұрып, өз атын жазуға тырысты, бірақ қанша рет тырысса да мұны істей алмады. Үмітсіздікке толы емтиханнан кейін ол барлығының көзінше шатырға шығып, бақытсыз өмірін аяқтағысы келді. Шын мәнінде емтихан алдында қыз Дебби келмегендіктен өтіп бара жатқандардан көмек сұрауға тырысты, бірақ оған ешкім көмектескісі келмеді. Ақырында ол тек проректорға үміт артты, бірақ тіпті мұғалім де оны елемеді. Енді оның ешкімді кінәлауға құқығы жоқ еді. Бірақ одан да ашуландырғаны Деббидің кедергіге ұшырауының нақты себебі ішкі істер министрінің қызы дүкенге шығып жүргендіктен әкесінің күшіне сүйеніп, жолды жауып, Деббиді қалып қойған. 2 сағат өтті. Дебби мектепке жеткенше кеш болып қалды. Ол шатырға қарай жүгіргенде сырттан айқайлар естілді. Қыз шынымен секіріп кетті. Оның өмірі ең шарықтау шегінде аяқталды. Мұны көргенде Шанның жүрегі жыртылып бара жатқандай ауырды. Сол сәтте қыздың ағасы оқиға орнына жүгірді. Ол да әкесінің көмек сұраған өтінішін алған, бірақ көлік кептелісінде қалып қойған. Ол полициядан да көмек сұраған, бірақ олардың немқұрайлылығы оны қатты тоңдырды. Дәл осылай ағасы әпкесінен мәңгілікке айырылды. Әпкесі үшін әділдік іздеу үшін ол полиция бөлімшесіне министрдің қызына шағымдану үшін кірді. Алайда бастық тыңдағаннан кейін жасырын түрде белгі беріп, бағыныштыларына бұл мәселені министрге жасырын түрде хабарлауды тапсырды. Күтпеген жерден сол түні ағасын гангстерлер жұмыстан шығарып, 2 сағаттан астам уақыт бойы аяусыз сабап, ақырында өлтірді. Бұл қалада діни қызметкер заң болды. Ешқандай қауіп төндіруге жол берілмеді. Бірақ бір адам зұлымдық алдында бас июден бас тартты. Ол бір кездері мүгедек қызға елес жазғанда Шан еді. Мүгедек қыз көлік кептелісіне байланысты колледжге түсу емтиханын жіберіп алып, ғимараттан секіріп кетті. Алда Шан ашу-ызадан әбден әлсіреп қалған еді. Сол күні ол көшеде қайыр сұрап жүрген кішкентай қызды бір ер адамның көрді. Қыздың басынан қан кетіп жатқанын көргенде Шан ер адамға оны ауруханаға апаруды қатаң бұйырды, бірақ ер адам оны елемеді. Шан оны ұстап алып, қатты ұрып соғып жіберді. Бұл батырлық әрекеті үлкен қақтығыс тудыратынын білмеді. Ер адам жергілікті банданың мүшесі болып шықты. Кек алу үшін ол дереу бастығына қоңырау шалды. Ол көшедегі Шанның құрбысының шашынан ұстады. Шанның әпкесі қарсылық білдіруге тырысты, бірақ тұншығып, қабырғаға жабысып қалды. Шан бірден ашуланды. Оның отбасы өлімді сұрап жатты. Ол адамның көзіне жұдырықпен ұрып, сосын қол астындағылардың біріне ми шайқалуын жасап, ақырында бастықты сүріндіріп жіберді. Бастық қатал қарсыласына тап болғанын түсініп қашып кетті, бірақ Шан оны жібермей, бастықтың вилласына дейін қуып жетті. Бастық өзін қауіпсіз сезінген сәтте, Шан кенеттен есікті теуіп жіберді. Көзді ашып жұмғанша 10 шақты адамы жерде жатты. Шан қолын сындырған сәтте, кенеттен оның басына бірнеше мылтық бағытталды. Шан тез арада полиция бөлімшесінде ұсталды, бірақ көп ұзамай босатылды. Министрдің күйеу баласы мұның бәрінің артында тұрғаны белгілі болды. Шан қадам жасағандықтан оның бағыныштысы, министрдің күйеу баласы, оны өзі азаптап өлтіруді шешті. Ол ашулы аңды қоздырғанын білмеді.